Жоқ, қазір біз өзіміз замер жасап отырмыз. Замер бойынша примерно қанша? Метаннан ауытқушылық бар. Метан жалпы деймін, мына шығып жатқан газдың объемы қандай дегенім ғой. Газдың көлемін шығару бізге бөлек ол институттарды шақырдық. Мына не бар ғой? Сендерде ондай расчет жоқ па? Ондай расчет жоқ. Өзіміз шақырамыз, бізде тәжірибе бар, ол бойынша біздер бөлек жұмыс жасаймыз. Жоқ, сендер енді оны қазір жұмыс жасап тұрған кезде шақыруларың керек қой. Жоқ, қазір сөніп қалғаннан кейін қалай сен определить етесің? Определить етеміз. Определить ете алмайсың ғой. Расход. Ертең лучше деп тастағаннан кейін. Күнде экологтар келіп тексеріп жүр ғой. Оның примерно қазір сенде қанша газ жағылып жатқанын сен білсең, сен примерно қандай выброс бар екенін білесің. А сол выброста сен экологический ущерб жасайсың енді. Еділ жүріп қой, соның қазір бәрі де белгілі ғой. Несі диаметрі белгілі. Соны айтып отырғаным ғой. Соны примерно біз шығартады оны, институттар бар оны шығарып береді. Ол бәрібір жаңа ешкім айтқандай ол нақты цифры шығармайды, бірақ приблизительно шығарады ғой, расчетпен шығарады ғой. Өзінің методикаларымен. Әдістемесі бар, сол әдістемеге сәйкес келтіріп шығарып береді. Оның жанған, сен суточный дебитін шығарып алсаң, сен уже примерно қанша күн жанды, соны ложовасын шығарасың ғой. Немесе көрші ұңғыма бар ғой. Соны келтіреді. Оны бір шығарамыз, оның ешқандай несі жоқ. Проблема жоқ та? Бірақ сендер сөмкені күтесіңдер ғой. Елдеріп бір мәселе, ана алдында да айтылып жүр ғой, бізде қоршаған ортаға келтірілген зиян есептейді. Соны есептеді ғой. Отменили же. Неге? С новым экологическим кодексом. Что, в любом случае, ущерб сендер есептемейсің? Қарап есептеймін. Енді хотел продемонстрироваться ретінде, айтып жатыр ғой, газ кетіп жатыр. Факелмен атса қалай болады? Демонстрация көрсетуге болады ғой, Танкімен ба? Жоқ, танк емес, қасында Сигнальный өртенбейді. Сгорает все, сгорает. Вы подтверждаете, что сгорает. Давай проверим. Потому что Астанадан кісі келе жатыр. Көрсету керек, солай емес па? А сіз айтып отырғаныңыз толық жанбай тұрған неге деп отырсыз? Может, не вдруг ана вот вы, кейбір адамдар айтады ғой, это газ бәрі. Атса қалай болады? Сигнальный жанбайды ғой? Нет, сигналдан газ же. Сигнальный көлем қандай? Былай ғой. Еділ Терекович, біздерде специальный аппарат бар ақпарат. Жоқ, былай да. Сонымен барып төбіне барып 10 метрден өлшедім мен. Ешқандай көрсетпейді. ПТК-сы жоғары емес, төмен. ПТК-ға жетпей тұр. Предельно допустимыге. Безопасность. Безопасность, иә. Мен бәрін өлшеп шықтым, бәрін өлшеп шықтым. Төменде еш нәрсе жоқ. Жоғарыны енді білмеймін, жоғарыны. Мынау Россияда мынау сгорает, это продукт неполного сгорания. Еділ Терекович, өзіңіз білесіз ғой, ғылыми адамсыз. Ол дейді, солевой пар это идет. Мен өмір бойы факел жағумен айналысқан адаммын. Соны айтып. Сондықтан маған оны айтпай ақ қой. Мен көзіне қарап отырып, қандай процент ана сгорает, не сгорает, мен определить етемін, даже без прибора. С 90-го года я занимаюсь этим факелом. Сонда кандидат қорған адаммын, диссертация. Бірнеше факелдерді басына ірі қойған адаммын. Сондықтан факел жөнінде, егер можете прогуглить, шығады менің фамилия. Сондықтан, егер де бұл дұрыс организованный горение болмаса, в любом случае продукт неполного сгорания образуется. 99% сгорает деген жоқ, тем более простой флюидный жер шығып жатқан. Біліп отырсыздар ма? Вот 4 девятки бывает только в благородных металлах. А газ жаққан кезде, если гомогенный смесь болатын болса, тогда он полностью сгорает. Şimdi гомогенный смесь диффузионное горение дейді. Потому что газға керек ауа сырттан келіп жатыр да. Егер де оны араластырып жағатын болсаң, онда толық жағу болады. Мына қараңыз. Мына кетіп бара жатқан көк түтін. Бұл деген сіздерде әлі мына факел жанған кезде жанбаған әртүрлі продукттар бар. СО2 бар. СО2, окись углерода. Бұл жерде ана жанғаннан кейін окись азоты болады. Сера жоқ шығар да бұл жерде? Сера жоқ. Сера. Сонда бұл жерде жаңағы продукттың фрагменттер ғой. Трудно сгораемый радикалдар кейде шығады, қара болып шығатқан сол определенный сажы болады. Ол көрсетіп отыр, полностью жағып жатқан жоқ газ да. Себебі ол жерде неорганизованный. Егер де сен оның басына горелка қойып, специально бір жаңа устройство қойып жақсаң, другой вопрос. А бұл жерде деген неорганизованный источник. Сондықтан бұл жерде қалай болғанда да не шығады жаңағы, дұрыс жанбаған әртүрлі заттар шығады. Енді ол кетіп жатыр ғой, мысалы да, қазір желдің бағытына байланысты. Жаңа жел жақсы болса, мына факелдің биіктігі жоғары болса, оның рассеивіне жақсы болады. Мына енді факел примерно 10-15 метрін ұрып тұр да. 20 метр. 20 метр. Отырады азайған сайын 20 метрде болуы мүмкін. Бұл қара ан жақтан көрініп тұр, мысалы біз келе жатқанда 50 километр жерден көрініп тұр факел.
ол мына жердің бәріне қазір түсіп жатыр. Егер де сен қазір специальный машинаны әкеліп ана жерге қоятын болсаң, сразу саған көрсетеді жаңағы приземный слойда қандай жаңағы ненің газдардың параметрлері ауытқулар бар болады. Ол себебі қараңыз, сіз костер жақсаңыз да ол жерден сондай мысалы ағашпен костер жағыңызшы, онда шлейфі біраз жерге дейін барады, ол жерде де жаңағы продукт неполный сгорание бар. Мына жерде тем более бар. Енді мен мынаны жаңағы дебитін сұрап отқаным сол ғой. Примерно бұл жерде шығып жатқан нені есептеуге болады да жобамен. Елдіріп біздің ойымыз жаңағы тиісті мамандарды ғылыми институттардың бәрін қосып, жаңағы өз кандидаттарын бәрін алдыртып отыр. Соның бәрі замер жасап, фиксация жасап, сол ертең жаңағы есептеген кезде ол сендерге керек болады да. Покажите там этот. Оны ертең мына даже газ болмай қалсын. Мына тұздың өзі жерді бүлдіріп жатыр, дұрыс па? Ол да зиян ғой. Ол бөлек топырақты, бұл өсімдік әлемін бұл әсер етеді. Оның бәрі қараңыз қанша площадь. Осының бәрі бұл деген қоршаған ортаға түсіп жатқан кері әсері да. Даже мына жерде түтіннің өзін былай қойған уақытта. Ол бұл да кері әсері болып есептеді, тұзды. Ол экологта жоқ қой, да қарап отырған қай жерге дейін параметр. Ертең бұның бәрін бұлар есептеп шығару керек қой. Бұл защита бару шығар. Олар замер алып жатыр ғой. Солай емес пе? Жоқ, бұлар өздері независимый жасауларын керек. Экологында шаруам жоқ. Өзі департамент экология мынандай жағдай болғаннан кейін өздері замер жасап, өздері есептеу керек. Себебі ертең бұлардың несі қойылады ғой. Ертең жаңағы ущерб экологический. Бұлардың есебі қойылады. Сіздердікі емес, бұлардікі қойылады да. Қашықтығы. Жоқ, оның бәрін қарайды ғой есептеп. Сондықтан жаңағы қоршаған ортаға зиян жоқ деген әңгіме ол қате пікір. Зерттейміз, қараймыз. Қарай болғанда да қоршаған ортаға зияны бар оның. Антропогендік. Ол бар. Елтерекеш, мен қазір қапталында тона жатқан трубалар жатыр, приемный мост жатыр, қалғаны. Мына жағында өшкіш жатыр, екі жағында. Станок түсіп станок кетті, астына основной түсіп кеткен. Жерге основной биіктігінен білесіз, жоқ деген 7 метр, 6 метр болады. Сол төмен түсіп кеткен. Мына инструментте жатыр ғой, соны скважинаға дейін 13-14 метр. Мына бетіне дейін сондай кәдімгі воронка бар, тесік айналасы. Сол тереңдігі 6-7 метр. Айналасы бәрі тесіліп, газ шығып тұр, мына өртеніп отырған сол асты. Сол ортасында колонн шошайтып тұр, колоннан атқылап тұр анау, ортасында сол, жан жағынан. Енді осы мына өткенде таңертеңіміз келген тек қана анадан атқылап тұрған зат қой, ортасынан. Соның жерде основание бәрі тұр. Сол 6 сағаттың ішінде айналасы атылып кетті, 4 сағаттың ішінде әрі еткенде. Содан біз ақпарат ештеңе істей алмай қалдық. Егер де тағы бір мүмкіншілік болғанда, 1-2 сағат болғанда біз анау жауатын аузында, егер тұра бергенде солай. Основание сүйреп алып тастаймыз да, ана жерге ауызына барамыз да, тек приметр қойып жауып тастайтын едік біз, шаруамыз. Бұл ондай деген бүткіл Маңғыстау бойынша біздер 30 жыл бойы істеп жатырмыз. Баяғыда 90-шы жылдар деген 1 жылда деген 5-6 фонтан болады еді Маңғыстауда. Соның бәріміз ликвидация жүрді. Қазір енді ана скважина ауызына келетін жағдай болмағасын біз ішіне істедік. Скважина диаметрі қандай қазір? Диаметрі қазір ішінде 2 колонн бар, 324, 245 деген. Сосын мына 395. 245. Енді мына ана 324-тің ортасынан да атқылап тұр. Ішінен де атқылап тұр. Колонның ана 9 колонның ішінен де 12 колонның ортасынан атқылап тұр, сыртынан да айдап тұр. Қасында нән үңгір тесік бар, 1 метрдей содан да айдап тұр кәдімгі. Енді ол жерге адам келе алмайды, ана жерге мүмкіншілік сөндірсе, бұны онда кішкене деген авионный взрыв болады. Сәл нәрсе, сөндіруге болмайды. Біз ана атқылап тұрған кезде наведение істеп, ауызда привода жабады. Басқа жерде грифон жоқ па айналасында? Грифон болған, грифон деген мына жерде 250 метрге де айнала шықты, айналасы бәрі шыққан. Сол үшін борбойлар наведение қойған ғой. Мына розовый өтірік. Олардан қазір оларды шығып тұрған жоқ па? Бәрі бітіріп қалды, дым жоқ, бәрі тексеріп қарадық. Розовый өтірік мына жаққа қойды, амал жоқ, мына жаққа қойды енді, амал жоқ. Қазір сондай жағдай, егер ар жағынан борбой қойған жақсы еді, бірақ ар жағынан бәріне грифон шыққан. Сол себептен осы бетіне қойды, қазір борбойдың бәрі. Сол енді оны айтайын деп өткенде ана талай адамдар айтады Маңғыстауда. Ақберен неге жаба алмайды? Қазір деген ана жеке болып кетті, анау мынау жағдай деген. Ол әңгіме жекеде емес. Мына специалисттер баяғыдан келе жатқан специалистеріміз. Мен 90 жыл техникаларын естиміз. Техника бәрі жақсы. Нормально. Оған барып қараймын онда. Келіңіз. Ақберен келіңіз, міне директорымыз Темір Бабаханович қарсы аламыз, өзіміз әкеліп көрсетіп, бәрін көрсетеміз. 5 филиал бар бізде Маңғыстауда. Техниканың бүткіл бәрі бар, любой фонтанды жауып жүр, бізге проблема емес ол деген. Единственный тек жерде грифон, өткенде Қаламқаста солай болды, білемін ғой. Бірақ айналасы көмдік бірден болды. Грифон жабылды, жабылған сосын барып ликвидация жақсы болды. Сондай жағдай. Енді басын жақындай алмадық, себебі жақындау мүмкін емес, айналасының бәрі сор, су. Енді визуально қарап тұрған кезде бұл жерден су араласқан газ атқылап жатыр. Қоршаған ортаға зияны бар екен, ол анық. Себебі көріп отырсыздар, жердің бәрі тұзданып кеткен. Одан басқа факел жанғаннан кейін, алау
одан жаңағы әртүрлі жанбаған зиянды өнімдер шығады ғой. Бұл енді қазір экологтар бұл мәселемен айналысып, өздері қарап, зерттеп, бұның жаңағы ертең осы қоршаған ортаға тигізген әсерін анықтау керек. Екінші мәселе, енді қазір Каспий дриллинг өзінің техникалар мобилизация жасап, бірнеше станок қойып, қазір қатып жатыр. Жаңа көлбеу сол ұңғыға түсіп, сол жердегі болып жатқан процестерді зерттеп, қалай болғанда да мына алауды өшіру жұмысына кіріскен. Енді бұл жерде Ақберенде жұмыс жасап жатыр, бірігіп осы жердегі бүкіл жаңағы мүмкіндіктерін пайдаланып мобилизация жасаған, шетелден мамандар шақырған, өздерінің жаңағы жұмыс технологиясын бәрін ғылыми зерттеу институттарымен келістік деп отыр. Енді сол белгіленген алгоритммен жұмыс жасап жатыр. Мамандарының айтуынша факелді 10-шы қыркүйекке дейін сөндіру жоспарлап отыр. Қазір сол бағытта жұмыстар жүріп жатыр. Жаңа схемасын бәрін көрдік. Енді үшінші мәселе, осы жердегі жұмысшы азаматтармен сөйлестік, кездестік. Жалпы тамақ жағы жақсы деді, жататын орын енді болады деді. Енді айтып отқандары мына арнайы киім бар ғой, спецовка. Соларды ауыстыратын, жаңалайтын және жаңағы төзімді киімдер керек. Сосын мына тыныс алу органдарын қорғайтын арнайы аппараттар керек. Енді тағы да айтқаны, осы біздің жұмыс жасағанымызға байланысты қосымша жаңағы премия деген, соны түсірсе деген ұсыныс айтты. Сол кешігіп жатыр деп. Енді осы Каспий дриллингтің осы жердегі басшысы сөз берді. Осы аптаның ішінде жаңа айтылған мәселелердің бәрі, перчаткасы бар, жаңағы СИЗ бар, жаңағы жеке қорғану құралдары, арнайы киім бар, қажет дүниенің бәрін жеткіземіз деп отыр. Біз енді оны бақылауға аламыз. Қазір осы Аманат партиясы бар. Мен өзім осы жұмысшылардың телефонын аламыз қазір. Сол телефон арқылы байланысып отырамыз. Сосын енді басшысы да өзі айтты, Каспий дриллингтің бізбен байланыста болып, жаңағы атқарылған жұмыстарды, өздерінің мойнына алған міндеттемелерді хабарлап, бізге өзінің істелген жаңағы шаралардың бәрін баяндап отырады. Енді қалай болғанда да мынау жердің астында не болып жатқанын білу өте қиын ғой. Сондықтан мамандардың бәрі осы процестің бәрін зерттеп, геологтар бар, басқа да жаңа боровиктер бар, бәрі ақылдасып, соны сөндіреміз дегенде қылып отыр. Телеметрия қолданады, каратаж жасайды, жердің астын зерттейді. Қалай болғанда да сол жұмыстарды атқаруға тиіс. Может, 40-те 10-шы қыркүйекте сөндіре алмаса, бұл 20-шы қыркүйекте сөндіру мүмкін. Жағдай енді көрсетеді. Оны бір Құдай біледі ғой. Әрекетке берекет деген, жігіттердің әрекетін жасап жатыр. Ал жалпы қалған мына шығын, жаңағы экологиялық, басқа да мәселелердің бәрін осы шаруаны бітіргеннен кейін есептеп барып, жаңа компанияларға қойылатын болады. Заңға сәйкес. Жалпы енді мен мәжілісте тек қана депутат емеспін, энергетика, табиғатты пайдалану комитетінің төрағасымын. Бізге сол энергетика саласы, төтенше жағдай, экология мәселелері бізге қарайды. Сондықтан өзімнің мына функционалдық қызметім есебінде және Маңғыстаудан сайланған депутат есебінде осы болып жатқан жағдайды келіп көруді өзім міндетіме алдым. Себебі бұл апаттық жағдай ғой. Бұл жерде қарайған азаматтар жұмыс жасап жатыр. Бұдан шығып жатқан әртүрлі зиянзаттар қоршаған ортаға әсерін тигізіп жатыр. Бұдан басқа осы Қаратұрын компаниясының бұрын істеген жұмысшылары, қазір істеп жүрген жұмысшылары әлеуметтік желіге шығып, келіп жағдаймен танысып көруді де сұранған. Сондықтан өзімнің осы Маңғыстаудағы жұмыс кестеме арнайы оңтүстік Қаратұрында болып жатқан апатты жағдайды көріп, көзіммен көріп, мүмкін заңдарға өзгеріс енгізуіміз керек шығар. Бұны да біз қарауымыз керек. Себебі байқап отырмыз, қазір апаттық жағдай тек қана Маңғыстауда емес, мысалы кеше Қарағандыда шахтада болып жатыр. 5 адам қайтыс болды. Өткенде Атырауда да болды. Энергетика саласында апаттық маекте болып жатыр. Бұның бәрі меніңше қадағалаудың мемлекет тарапынан әсеріп кеткенін көрсететін сияқты. Сондықтан қазір бізде мына жер қойнауын пайдалануға байланысты және мына жылу энергетикаға байланысты, қазір төтенше жағдайға байланысты заң еніп жатыр.
орман шаруашылығына қатысты мәселелер бар, экологияға қатысты. Осылардың бәрін қарап, мүмкін кейбір нормаларға өзгеріс енгізіп, жалпы құзырлы мемлекеттік органдарға біз мүмкіндік беруіміз керек сияқты. Иә, бизнесті қолдауымыз керек, қорғауымыз керек, оған мүмкіндік беруіміз керек. Бірақ бизнесте өзінің жауапкершілігі болу керек. Әлеуметтік жағынан, экология жағынан, еңбек қауіпсіздік жағынан деген сияқты. Міне осының бәрін қадағалайтын мемлекет. Егер де бизнес оны жасамай жатса, онда мемлекет оны қадағалап, оны жасату керек. Барлық бірдей кәсіпкерлер жауап немес қой. Жаңағы идеальный емес та, ішінде бар. Осы мораторийді пайдаланып, осы мемлекеттің қадағалауын әлсірегенін пайдаланып, ойларына келгенге жасап жүрген. Ондай болмайды. Себебі бұл біріншіден адамның өмірі, екіншіден өзіміздің өмір сүріп жатқан ортамыздың тазалығы. Міне сондықтан осы бағытта қайтта мына ережелерді, заңдарды қарап, оны президент айтып жатыр. Бізде барлық жаңағы мәселе ең бірінші адамның денсаулығы, жаңағы өмір сүру ортасын біз жақсартуымыз керек деп. Сондықтан осы бағытта көптеген мәселелер бар сияқты, қордаланып қалған сияқты. Осы өзіміздің көзімізбен көріп, мамандармен сөйлесіп, олардың ұсыныстарын жинап, ертең мүмкін сол біздегі жатқан заңдарға өзгерістер енгізуіміз керек сияқты. Осы бағытта сол жұмыс, бүгінгі кездесу, бүгінгі шара, бүгінгі осы келген іс сапарымыз сол шаруаны да қамтиды деп өзім айтқым келеді. Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршиннің төрағалығымен бүгін жүрмелі жиын өтті. Қазір өзіңіз көріп отырғандай, біз Қаратұрым кен орнындағы апаттық объектіге келіп отырық. Жалпы тапсырыс беруші және мердігер мекемелер апаттың алдын алу, жою жұмыстарын жүргізіп жатыр. Олардың уәдесі жоспарлары бойынша қыркүйек айында осы апатты жағдайдың түбегейлі жоямыз деп жоспарлап отыр. Ендігі кезекте біз содан кейін тиісті жоспарлы тексеріс жүргіземіз. Оған тиісті сарапшыларды, басқа да ғылыми институттардың, басқа да уәкілетті тиісті құзырлы органдардың мамандарын жинай отырып, қоршаған ортаға келтірілген зиянның нақты көлемін анықтау бағытында жұмыстар жүргізеді. Сәйкесінше тиісті шара қолданылады. Айыппұл, қоршаған ортаға келген зиян, жалпы газдың көлемі, судың көлемі, құрамы, жалпы оның ластаушы жағдайдың деңгейі бәрін тексеріс қорытындысымен айқындайтын боламыз. Тексеріс қорытындысы өзінің белгіленген кәсіпкерлік кодексімен белгіленген уақыты бар. Жаңағы бір ай мерзім, сол уақытта біз есептеп нақты шарасын аламыз.